Қайырлы күн барлығыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Мясо по-тайски тағамын дайындаймыз. Қажетті заттар: сиыр еті, тәтті бұрыш, сарымсақ, қияр, пияз, соя сосы және тұз. Алдымен сиыр етін тез пісу үшін жұқалап турап аламыз. Табаға жарты кесе сұйық май құйып, етті қуырамыз және жұмсақ болып пісуі үшін жарты кесе су құйып жібердім. Бетін жауып, баяу отта 20 минуттай пісіреміз. Әзірше көкөністерді турап аламыз. Пиязды видеодағыдай тураймыз. Тәтті бұрышты да үлкендеу қылып, пиязды турағандай турап аламыз. Қиярды да бірнеше бөлікке бөліп, видеодағыдай турап аламыз. Сарымсақты да ұсақтап тураймыз. Етке пиязды қосып 2-3 минуттай қуырамыз. Қиярды қосып, сарымсақты қосып 1-2 минуттай қуырамыз. Тәтті бұрышты салып, араластырамыз. Жарты шай қасық тұз, 3-4 ас қасық соя тұздығын қосып, араластырып, бетін жауып 5-10 минуттай пісіреміз. Көп пісірудің қажеті жоқ. Гарнирін дайындаймыз. 2 кесе күрішті салып, суы мөлдір болып тазарғанша жуып аламыз. Табаға 3 ас қасықтай сұйық май құйып, күрішті 1-2 минуттай қуырамыз. Үстіне 3 кесе қайнаған суды құйып, жарты шай қасық тұз салып, кейін отты байлаулатып 20 минуттай күрішіміз дайын. Осылай кесеге күрішті салып, тарелкаға төңкеріп, әдемілеп салып шығамыз. Қасына тай етін осылай әдемілеп салып шығамыз. Осымен тағамыз дайын болды. Дәл ресторандағыдай дәмі өте керемет болып шығады. Әрі тез дайын болады. Барлығыңызға ас болсын. Сіздермен Айжан.